Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге дұрыс тамақтанудың ағзаға пайдасы тақырыбындағы сабағымызды ұсынамыз. Балалар мен жасөспірімді дұрыс тамақтандыру олардың денсаулығын нығайтып, дене және ой еңбегі қабілетінің дамуына мүмкіндік береді. Еңбек ету мен сабақ үлгеру қабілетін арттырады. Егер дұрыс тамақтану ұйымдастырылмаса, тиімсіз немесе жеткіліксіз болса, ағзада метаболизм, зат алмасу бұзылып, оның айналадағы ортаның зиянды әсеріне және әртүрлі жұқпалы ауруларға қарсы тұрарлық қабілеті төмендейді. Балалардың тамақтануының үлкендерге қарағанда едәуір айырмасы болады. Үлкендерге тамақ ағзадағы тіршілік үдерістерін қолдану үшін, яғни әртүрлі жұмыстарға жұмсалған күш-қуаттарын қайтадан қалпына келтіру үшін қажет болса, өсіп келе жатқан жас ағзаға тек өмірлік процестерді ғана қолдану үшін емес, сонымен бірге бүкіл ағзаның өсу, даму, қалыптасу үдерістеріне қажет болып табылады. Дұрыс тамақтану ағзаның жақсы қалыпты өсіп дамуына әсерін тигізеді. Сонымен қатар оның жұмыс белсенділігін арттырады, қалыпты жұмыс жасауын және одан бөлек сыртқы ортаның әртүрлі факторларына қарсылығын, яғни иммунитетті күшейтеді былайша айтқан кезде. Сондықтан бұған өте ерекше назар аударуымыз қажет. Жалпы дұрыс тамақтанудың мынадай негізгі шарттары. Біріншіден, тамақтың құрамында негізгі органикалық заттардың болуы міндетті. Ол қандай заттар бар? Кім айтады? Аңғыр айтады. Молодец, жарайсың. Енді осы органикалық заттар болады. Одан кейін келесі тамақтың құрамында дәрумендер, негізгі талшықтар және микроэлементтердің де болуы өте маңызды. Оны да қадағалауымыз қажет. Сосын тамақ рационын және тамақтың мөлшерін үнемі қадағалап отыруымыз керек, қалыпты болған. Және одан бөлек тамағымыздың құрамы әртүрлі гигиеналық талаптарға сай болуы қажет. Міне осы шарттарды орындаған жағдайда біз күнделікті қалыпты дұрыс тамақтана аламыз деп айта аламыз. Фастфуд бұл дұрыс тамақтану деген мағынаны білдіреді. Біз хот-дог, чизбургер, гамбургер, тағы да сэндвичтің құрамында маргарин көп болады. Маргарин құрамында жасанды майлар болады. Олар асқазанда ұзақ уақытқа дейін қорытылмай тұрады. Және де осылай фастфуд көп жесек ас қорыту жолдары қиындайды.